Экономикалық тәуелсіздік және шаруашылық жүргізуші субъектілердің тәуелсіздігі. 1. Кәсіпкерліктің түсінігі мен мәні. Өз ісіңізді бастамас бұрын, кәсіпкерлік бұл мамандық екенін және кез келген мамандық сияқты оны күнделікті игеру керек екенін ұмытпаңыз. Өз ісіңіздің маманы болу үшін сізге көп күш салу керек. Ең бастысы, ешқашан мұнымен тоқтап қалмаңыз және жеңістен жеңіске жетіңіз. Сіз кәсіпкер ретінде сіздің бизнесіңіздің ең маңызды құрамдас бөлігі болып табыласыз, өйткені сіз өз ісіңізді басқаруға және оның жетістігіне жауап бересіз. Есіңізде болсын, сіз өзіңіздің қызметкерлеріңіз үшін және сіздің кәсіпорныңыздың нәтижелері үшін жауап бересіз. Өзіңіздің жеке бизнесіңізді құру идеясы сіздің өміріңізді де, айналаңыздағы адамдардың өмірін де айтарлықтай өзгерте алатын өте маңызды шешім болып табылады. Бұл үрдіс сізді қиын және сабақтан тыс жұмыстарға алып келсе де, тәжірибемен байытады. Сіздің ісіңіздің сәттілігі сіздің жеке ерекшеліктеріңізге, жағдайыңызға және дағдыларыңызға байланысты. Кәсіпкердің қасиеттері мен дағдылары неғұрлым көп болса, бизнестің сәттілігі соғұрлым жоғары болады. Құндылық пен дағдылардың ерекшеліктері сіз қандай қызмет түрімен айналысатындығыңызға байланысты өзгереді. Сіз тұлға ретінде белгілі бір қасиеттер мен дағдыларға ие боласыз. Егер белгілі бір дағдылар жетіспесе, оларды жаттығулар немесе сабақтар арқылы сатып алуға болады. Сондай-ақ, сізде бар адамдарды жалдау арқылы өз ісіңізге қажетті дағдыларды алуға болады. Әрі қарай жүріп, сізді кәсіпкерлік қызметтің негіздеріне енгізбес бұрын, кәсіпкерлік қызметпен айналысу үшін қандай қасиеттер мен дағдыларға ие екеніңізді талдаймыз. Нарықтық экономика жағдайында өндірістік немесе басқа да іспен айналысатын кез келген кәсіпорынды негізінде кәсіпкер деп айта аламыз. Кәсіпкерлер деп жаңалық енгізуді жүзеге асыратын жаңа тәсілді қолданатын шаруашылық субъектілерді айтамыз. Кәсіпкер ұғымы кәсіпкерлік іс ұғымымен қатар жүреді. Кәсіпкерлік іс дегеніміз өндіріс, қызмет көрсету, жұмыс орындау сияқты шаруашылық және басқа да істе пайда түсіру мақсатымен жеке адамдардың кәсіпорындар немесе ұйымдардың заң жүзінде жүзеге асыратын ісі. Кәсіпкерлік істің субъектілері жеке адамдарда әріптестердің бірлестігі де бола алады. Кәсіпкерлік істің субъектісі ретінде жеке адамдар, жеке немесе жанұялық кәсіпорындарды ұйымдастыру арқылы бола алады. Мұндай кәсіпкерлер өз еңбегінің шығынымен ғана шектеледі. Кәсіпкерлік істің маңызды белгілеріне біздің ойымызша келесі шамаларды жатқызуға болады. 1. Шаруашылық субъектілердің дербестігі, тәуелсіздігі, өзін-өзі билеушілігі. Кез келген кәсіпкер құқықтық нормалар негізінде кез келген мәселелер бойынша өзі дұрыс деп айтқан шешімді қабылдай алады. 2. Кәсіпкердің экономикалық мүдделілігі, қызығушылығы. Кәсіпкердің ең басты мақсаты жоғары деңгейде пайда түсіру, сонымен қатар кәсіпкер пайда түсіре отырып, қоғамның да сұранысын қанағаттандырады. 3. Шаруашылық қауіп пен жауапкершілік. Кез келген нақты есептеулердің өзінде белгісіздік, екіұштылық, қауіп жағдайы туындайды. Жоғарыда көрсетілген кәсіпкерлік істің маңызды нышандары бір-бірімен тығыз байланыста болады. Кәсіпкерліктің негізгі мақсаты пайда табу, бірақ жетілген нарықтық қатынастар жоғарыда айтылған екі мақсаттың үйлесімді болуын талап етеді. Бизнес кәсіпкерлердің экономикалық ісі, олардың үлкен көлемде пайда түсіру өнері мен мүмкіндігі, тиімділіктің жоғары болуын қамтамасыз ету деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар, нарықты экономика жағдайындағы бизнестің дамуы тұтыну нарығының тауар мен қызмет түрлері және оның толығуына әсер етеді. Экономиканың құрылымдық дамуын жандандырады, ғылыми, техникалық жетістіктердің енгізілуіне себепші болумен бірге, өндірістің тиімділігінің жан-жақты жоғарылауына ықпал жасайды. Кәсіпорынды құру алдында, кез келген кәсіпкердің және кәсіпкерлер тобының алдында нақты белгіленген мақсаты болуы керек. Бұл мақсат өз өніміне немесе қызметіне бір қалыпты тапсырыстың болуымен бекітілуі керек. Шығарылатын өнім немесе көрсетілетін қызмет қажетті материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуі керек. Одан кейін жаңа істі бастау барысында өз капиталының әр уақытта толықтыруын қамтамасыз ету жағдайларын ойластырған жөн. Осы барлық мәселелерді негізгі құжат кәсіпкерлік бизнес жоспарда нақты әрі толық көрсеткен жөн. Қазіргі заманғы кәсіпкердің ең басты маңызды қасиеті тез өзгеретін жағдайларға бейімді болуы. Ол үшін өзі таңдаған іс жасайтын ортаны кәсіпкер жан-жақты меңгере білуі керек. Кәсіпкер көздеген мақсатына сай алдыға ұмтылушылығымен,
кез келген сәтсіздікке ұшыраған жағдайда оған төтеп беретін жігерлілігіне сай өз тарапынан болатын олқылықтардың орнын толтыруда жіберілген қателіктерге сын көзбен қарай алатындай болған жөн. Сонымен қатар одан қалай шығудың жолын қарастыра алатындай табандылығы болуы керек. Кәсіпкер өз ісіндегі ортақ әріптестерінің сенімді болуын ойластыруы тиіс. Бәсекелестік күреске дайын болуы қажет. Сонымен қатар кәсіпкер шикізатпен, материалмен, жартылай өңделген өніммен, полуфабрикат, жабдықтаушы бұйыммен қамтамасыз етушілермен және өнімді тұтынуда тапсырыс берушілермен ресми байланыста болуы тиіс. 2. Кәсіпкерліктің даму тарихы. Бизнес және кәсіпкер ұғымдарын қазіргі заманғы түсіндіруде алғаш рет ағылшын экономисі Ричард Кантильон XX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында қолданған. Байлықтың қайнар көзі. Кантильон жер мен еңбекті қарастырды. Кейінірек, XX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында француз экономисі Ж. Б. Сай кәсіпкер бұл қандайда бір өнімді өз пайдасына және оны өндіру мен сату қауіпіне айналдыратын адам екенін атап өтті. Ол кәсіпкерлік қызметті өндірістің классикалық факторларының жер, капитал, еңбек факторларының жиынтығы деп түсінді. Кәсіпкерлік қызмет экономикалық ғылымның негізін қалаушылары Смит 1723-1790 және Рикардо 1772-1823 ғылыми талдаудың тақырыбына айналған жоқ. Олар экономиканы өзін-өзі реттейтін механизм ретінде ұсынды және кәсіпкерлікке жеткілікті көңіл бөлінбеді. Бұл механизмде адам шығармашылығына орын болмады. Маркс теориясының классиктері Маркс, Энгельс және Ленин кәсіпкерлік пен жеке меншікке өте теріс қарады. Маркстың экономикалық теориясының негізі кәсіпкердің капиталист қанаушы ретіндегі идеясы болды. Кәсіпкер істің пайдалылығын бағалай отырып, жаңа кәсіпорынды ұйымдастыруға немесе қоғамға ұсынылатын жаңа идеялар мен қызметтерді әзірлеуге байланысты тәуекел мен жауапкершілікті өз мойнына алатын адам. Ол кәсіпорынды құру кезінде оның қазіргі жұмысына, дамуына, өсуіне, өмір сүруіне толық жауапты екенін білуі керек. Осылайша кәсіпкерліктің мәні істің рентабелділігін және қолда бар ресурстарды тиімді бөлу қабілетін бағалау мүмкіндігі. Кәсіпкерлік орта ғасырлардан бастау алады. Жаңа бастаған кәсіпкерлер саудагерлер, қолөнершілер, миссионерлер болды. Капитализмнің пайда болуымен байлыққа ұмтылу шексіз пайда табуға деген ұмтылысқа келеді. Кәсіпкерлердің іс-әрекеттері өркениетті сипатқа ие бола отырып, мамандандырылған бағытқа ие болады. XX ғасырдың ортасында акционерлік капитал пайда болады. Акционерлік қоғамдар ұйымдастырылады. Бірінші акционерлік қоғам Ресеймен сауда жасау үшін құрылған ағылшын сауда компаниясы болып саналады. 1554. 1600 Шығыс Үндістан сауда компаниясы, 1602 Голландиялық Шығыс Үнді компаниясы, 1670 Гудзон шығанағы компаниясы. XX ғасырда кәсіпкерлік одан әрі дамуда. Кәсіпкер мемлекетпен жұмыстарды орындауға немесе белгілі бір өнімді жеткізуге келісімшарт жасасқан адамды атай бастады. Бұл ретте келісімшарттың құны келісілді, ал пайда мен залалдың мөлшері кәсіпкерлердің өз бақыттылығымен айқындалды. Бұдан әрі шаруашылықтың акционерлік нысаны экономиканың басқа салаларына енеді. XX ғасырдың аяғында алғашқы акционерлік банктер пайда болады. 1694 Ағылшын акционерлік банкі, 1695 Шотландия банкі. Осы кезден бастап акционерлік қоғамдарды шағын бизнеске бөлу, шағын бизнесті ірі бизнестен алшақтату басталады. Жаңа мамандық менеджер басшы қалыптасады. Қаржыгерлер, экономистер, бухгалтерлер, заңгерлер, конструкторлар, технологтар пайда болады. Ресей кәсіпкерлік Киев Русінен бастап сауда түрінде және балық аулау түрінде болды. XX ғасырдан XX ғасырға дейін келген шаруалар жаңа мердігерлер деп аталды. Олар осы жердің иесіне 5 жылдан 15 жылға дейін салық төлеуден босатылды. Экономикалық реформалардың алғашқы күндерінен бастап, республикада шағын бизнестің қалыптасуы мемлекеттің экономикалық саясатының басымдықтарының бірі болып табылады. Кәсіпкерлік нарықтық экономиканың ажырамас атрибуты, экономикалық қатынастардың тәуелсіз субъектісі болып табылады.
Кәсіпкерлердің көпшілігі нарықтық басқару жүйесіне негізделген мемлекет экономикасының тұрақтылығын қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар либералды және нарықтық құндылықтардан алшақтауға жол бермей, қоғамдағы саяси процестерге әсер ететін орта тап деп аталады. Қазақстанда нарыққа көшу өздігінен дайындықсыз өтті. Бұл постсоциалистік экономикалық романтизм кезеңі болды. Онда билеуші элита академик Шаталов пен Явлинскийдің алма қозғалысының жетекшісі. О басқарған ірі кеңестік экономистер мен саясаткерлер тобының көзқарасын ұстанды. Олар әлеуметтік экономикалық дағдарысты еңсеру және экономиканы реформалау стандартты модель бойынша синхронды және жылдам жүргізілуі мүмкін деп есептеді. Нарыққа көшудің бастапқы кезеңінде радикалды реформалар ешқандай маңызды теориялық және әдіснамалық дайындықсыз шеруде жүргізілді. Экономикалық саясат қысқа мерзімде мамандардың тар шеңберімен жасалды және негізінен дамыған нарықтық елдердің тәжірибесіне негізделген. 90-шы жылдардың басында Қазақстанда ірі кәсіпорындар тоқтап, жүздеген мың адам жұмысынан айырылған қиын және сыни жағдайда ел басшылығының табиғи шешімі бағаны рақтандыруды енгізу болды. Қазір егемен Қазақстанның экономиканың дамуы мен онымен бірге шағын кәсіпкерліктің дамуын 4 кезеңге бөлуге болады. Олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Бірінші кезең – бағаны рақтандыру 1991-1992. Нарықтық экономиканың алғашқы субъектілері шағын кәсіпорындар сауда және қызмет көрсету саласындағы ырықтандыру кезеңінде, яғни ақшаның жылдам айналымы болған жерде пайда болды. Ірі кәсіпорындар бірден өз өнімдерін сату, жөндеу, негізгі және қосалқы өндірістерге қызмет көрсету бойынша көптеген шағын кәсіпорындарға ие болды. Ірі кооперативтер мен шағын кәсіпорындардың ірі өндірістерінде өнімді жеткізу және сату бойынша қызыл директорлардың құрылуы, сондай-ақ сегменттеу деген жаңа сөзбен кәсіпорындарды жасанды түрде бөлшектеу ірі кәсіпорындар мен бұрынғы жалпы халықтық меншіктің пайдасын жекелеген топтар мен адамдардың мүддесі үшін қайта бөлуге әкелді. Сол кезде бұл сұр схемалар қазақстандық көлеңкелі экономиканың пайда болуының бастамасы болды. Осы кезеңде республикада 34-5 мың шағын кәсіпкерлік субъектісі құрылып, жұмыс істеді. Оларда елдегі жұмысшылардың жалпы санының 6,0 жұмыспен қамтылды, ал олар өндіретін өнімдердің, жұмыстар мен қызметтердің үлесі елдің жалпы ішкі өнімінің 7,0 құрады. 1992 жылдың соңында Қазақстан Республикасының президенті мен қыр үкіметі қатысқан Қазақстан кәсіпкерлерінің алғашқы форумы өтті. Бұл форумда ТМД тарихында тұңғыш рет Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытудың алғашқы бағдарламасы айқындалды. Екінші кезең мемлекеттің қатаң монетарлық және қайта құру фискалдық саясаты 1993-1995. Осы кезеңде макроэкономикалық тұрақтандыруға қол жеткізу үшін елде өндірістік қызметті ынталандыратын салықтық жеңілдіктер жойылды. 1994 жылы өндірістік қызметті ынталандыруға және шағын кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған салықтық жеңілдіктерді жою кері әсерін тигізді. Өндірістік салада жұмыс істейтін кооперативтер, және шағын кәсіпорындар саны күрт азайды. Кредиттік және меншікті қаражаттың жетіспеушілігі мен жоғары инфляцияға байланысты кәсіпкерлік субъектілерінің негізгі бөлігінің өндірістік саладан сауда делдалдық және коммерциялық қызмет саласына кетуі орын алды. Салық баспасөзінің қатаңдауы өндірістік қызметпен айналысу тиімсіз және келешегі жоқ жағдайға келді. Посткеңестік кезең жағдайында, атап айтқанда, нарықтардағы тауарлар тапшылығы, инвестицияланған қаражаттың жылдам айналымы тұрғысынан кәсіпкерлер үшін шаттл бизнесі ерекше қызығушылық тудырды. Бұл саудадағы шаттл бизнесінің гүлденуі, гиперинфляцияның өршуі, бюджет пен несиелік қаражатты осы ресурстарға қол жеткізе алатын адамдардың өте тар шеңберінің пайдасына қайта бөлу кезеңі болды. Инфляция және валюталық операциялар, банктік және онымен тығыз байланысты сауда, делдалдық қызметтегі алаяқтық, сол кезде республика экономикасының өліп бара жатқан нақты өндірістік секторына қарағанда ең тиімді болып шықты. Нал-без-нал схемасы бойынша шляпалармен және кері қайтарулармен ақша сату, долларды 4 теңгеден несиеге алу, ал бір жылдан кейін оны 70 теңгеден қайтару, артық пайда алу немесе мүлде қайтармау бір нәрсе өндіруден тиімдірек болды. Сол кездегі несиелердің көпшілігі ешқашан қайтарылмаған. Дәл осы кезеңде ұлттық олигархия деп аталатын алғашқы өскіндер, экономиканың қаржы, несие және банк секторында жаңадан басталған кезде пайда болды.
Үшінші кезең, шағын жекешелендіру буымы, 1996-1997. 1996 жылдың аяғы мен 1997 жылдың басында елде макроэкономикалық тұрақтандыру болды. Шағын бизнесті қолдау үшін шағын кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік қолдау және жандандыру жөніндегі шаралар туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 6.03.1997 жарлығы қабылданды. Осы жарлықты орындау үшін республикада шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 1520 бос объектілер мен құрылыстар сатылды. 1334 объект жалға берілді. Кәсіпкерлердің таңдауы бойынша өндірістік мақсаттарда пайдалану үшін сенімгерлік басқаруға 571, өтеусіз негізде 204 объект берілді. Тұрғын үйлердің төменгі қабаттарындағы пәтерлерді дүкендер, кафелер, дәріханалар және басқа да нысандар үшін қайта құруға 5664 рұқсат алынды. Бөліп сатылған және жерге иелік ету актілері бойынша берілген жер учаскелерінің саны артты. Аудандық және қалалық деңгейдегі тресттер, сауда және қоғамдық тамақтандыру басқармалары түріндегі орталықтандырылған басқарудан айырылған бұл салалардың кәсіпорындары елдегі шағын бизнесті қалыптастырудың негізі болар еді. Кәсіпорындарды атаулы сатудың мысалдары Рахат, Бахус, Алматы крем кондитерлік фабрикасы және болып табылады. Осы шаралардың нәтижесінде елде бірінші дәрежелі кафелер, мейрамханалар, дүкендер мен қызмет көрсету кәсіпорындары пайда болды. Осы кезеңде шағын бизнес субъектілерінің саны 1996-1997 2-4 есеге, ал олардың айналымының үлесі 1-8 есеге өсіп, ЖО-ның 8-5 құрады. Экономиканың осы секторында жұмыс істейтіндердің саны 1997 жылы 1995 жылғы көрсеткіштен 1,73 есе асып түсті. Экономиканың шағын секторы қайтадан жұмыссыздықты сіңіре бастады. Осылайша шағын бизнес республика экономикасын тұрақтандыруға елеулі үлес қоса бастады. Төртінші кезең, өнеркәсіп өндірісінің жалпы ішкі өнім көлемінің өсуімен, республиканың қаржы кредит саласының тұрақты дамуымен қатар жүретін республика экономикасының сапалы даму кезеңі 1998-2001. Осы бағдарламаға сәйкес, шағын кәсіпкерлік жобаларын қаржыландырудың негізгі көздері жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік қоры, екінші деңгейдегі банктер, жергілікті бюджеттердің қаражаты, сондай-ақ Азия даму банкі мен Еуропалық қайта құру және даму банкінің кредиттік желілерінің қаражаты болып табылады. Жекелеген өңірлерде шағын бизнес субъектілеріне мүдделі кредит беру үшін коммерциялық банктер коммуналдық меншіктен өтімді кепіл қорларын құрды. Мұндай қорлар Алматы, Астана және Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында жұмыс істейді. Осы қорлар арқылы ондаған шағын бизнес жобалары қаржыландырылды. Кәсіпкерлік қызмет, мүлікті иеленуден, тауарларды сатудан, жұмыстарды орындаудан немесе қызметтер көрсетуден жүйелі түрде пайда алуға бағытталған өз тәуекелімен жүзеге асырылатын қызмет. Кәсіпкерлік жеке адамның немесе адамдар тобының табыс, пайда алуға бағытталған әрекеттері. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын адам. Әрбір кәсіпкердің өз дело болуы немесе басқа кәсіпкерлерге бизнес құруға көмектесуі мүмкін. Кәсіпкерлік бұл мүлікті пайдаланудан, тауарларды сатудан, жұмыстарды орындаудан немесе қызмет көрсетуден пайда табуды мақсат ететін басқарудың белгілі бір тәсілі. Черта предпринимательской деятельности. Кәсіпкер әрқашан тәуелсіз, дербес шаруашылық жүргізуші субъект ретінде әрекет етеді. Кәсіпкер өз дело үшін материалдық жауапкершілікке тартылады. Кәсіпкерлік қызмет тәуекелге тән, яғни шығындардың пайда болу ықтималдығы, жетіспеушілік. Кәсіпкер табыс немесе тіпті оның күйреуі. Кәсіпкерлік қызметтің мақсаты әрқашан пайда табу болып табылады. Жеке кәсіпкерлік бұл бір адамның және оның отбасының кез келген жасампаз әрекеті. Ұжымдық кәсіпкерлік бұл адамдар ұжымының кез келген жасампаз қызметі. Кәсіпкерлік түрлері 1. Өндірістік кәсіпкерлік кез келген бағыттағы өндірісті жүзеге асырады. Материалдық, зияткерлік, шығармашылық. 2. Коммерциялық кәсіпкерлік кәсіпкер басқа адамдардан сатып алған дайын тауарларды сатудан тұрады. 3. Қаржылық кәсіпкерлік бұл сатып алу сату нысаны ретінде сатып алушыға сатылатын немесе несиеге берілетін ақша, шетел валютасы, бағалы қағаздар болатын кәсіпкерліктің ерекше түрі.
4. Сақтандыру кәсіпкерлігі. Сақтандырушы кәсіпкер белгілі бір ақыға сақтанушыға мүлікке келтірілген залалды, денсаулыққа зиян келтіруді және тіпті күтпеген сақтандыру жағдайдың салдарынан өмірін жоғалтуды өтеуге кепілдік береді. 5. Делдалдық кәсіпкерлік. Кәсіпкердің сатушының сатып алушыны табуына ықпал ететіндігімен және керісінше, олардың арасында сатып алу-сату мәмілелерін жасасумен сипатталады. Кәсіпкерліктің келесі нысандарын да қарастыруға болады. Франчайзинг бірнеше фирмалардың ынтымақтастық нысаны. Нарықта белгілі есімі бар компания оны пайдалану құқығын, мүмкін өндіріс технологиясымен бірге ынтымақтастық шарттарын қарастыратын келісімшарт негізінде шағын жеке фирмаларға береді. Венчурлық фирма, ағылш. Венчур тәуекел, бизнесті инновацияларға айналдыратын, оларды одан әрі аяқтау үшін ғылыми зерттеулер әзірлейтін коммерциялық ұйым. Кәсіпкерліктің функциялары. Ресурстық кез келген экономикалық қызмет үшін экономикалық ресурстарды тиімді біріктіру қажет. Табиғи, инвестициялық, еңбек. Ұйымдық кәсіпкер өзінің қабілеттерін өндіріс факторларының бірігуін қамтамасыз ету үшін пайдаланады. Бұл мақсатқа жоғары пайда алуға ықпал етеді. Шығармашылық кәсіпкерлік қызметтегі жаңашылдықпен байланысты. Венчурлық өндіріске техника мен жаңа технологиялардың жаңа үлгілерін енгізумен байланысты. Кәсіпкерліктің келесі түрлері: шағын, орта және ірі бизнес. 1. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу. Жалпы, шағын және орта бизнес үшін 25-дан аспауы керек. 2. Күнтізбелік жылдағы қызметкерлердің орташа саны. Шағын кәсіпорындар үшін 15 адамға дейін, шағын бизнес үшін 100 адамға дейін, орта бизнес үшін 250 адамға дейін. Енді жауаптары бар сұрақтарды еске түсіріңіз.